Сәлем оқушылар, бүгін біздің тақырыбымыз 4-ші сыныптың 3-ші бөлімі 111-ші сабақ бөлшектерді қосу және азайту. Тақырыбымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп кетіңіздер, сонда көптеген сабақтарды үзбей шығаратын боламын. Енді осы видеомыз просмотр жақсы болса, онда жақсы видеолар шығаратын боламын. Так, бөлшектерді қосу және азайту. Мұнай тасымалдайтын танкерде апат орын алатын болса, не болады дейді. Суға төгілген баршылық 5 литр мұнай өнімінің су бетінде 50 метр квадрат метрдей жұқа қабыршақ түсетін білесіз бе? Төгілген 20 литр жанармай қандай ауданды жауып жатыр? Так, қараймыз. Бізде 50 квадрат метрді, 50 квадрат метр. И оны біз жаңағы 5 литр мұнайға бөлсек, онда бізде 10 болады. Демек, 1 литрді алады деген сөз. Ал егерде біз 20-ны 10-ға көбейтетін болсақ, бізде болады 200. Бұл 20 литрді алады деген білдіреді. 20 литрді алады дегенді білдіреді. Су бетінің үлкен ауданы жұқа қабықпен жабылады. Су бетінің үлкен ауданы жұқа қабықпен жабылады. Так, екінші есепте бізде бөлшектерді шығар дейді. Бұл бізде қараңыздар. 45-тен 23, азайту 45-тен 12, қосылған 45-тен 21. Бұл жерде бөлімдері бірдей, сондықтан да біз алымдармен жұмыс жасаймыз. Бөлімі алымы дегенді білеміз ғой. Бөлімі деп отырамыз, мына бөлшектің асты. Бірақ біздер асты деп айтуға болмайды, бөлімі деп оқимыз. Ал алымы деп отырамыз, мына бөлшектің үсті болып табылады. Енді, егерде бізге не үшін оңай деп отырмын? Өйткені бізде бөлімдері бірдей болған жағдайда, қараңыздар, бөлімін сол күйінде 45 деп жазамыз, ал алымдарын қосып азайтамыз. 23-тен 12-ні азайтсақ 11 болады, ал 11-ге 21-ді қоссақ 32 болады. Міне, осылай жауабы шығады. Келесі. Сосын балалар, амалдарды орындаған кезде алдымен жақшаның іші орындалады. Сонымен қатар көбейту, бөлу деген амалдар алдымен бірінші орындалады. Ал сосын барып қосу, азайту амалдар орындалады. Енді мен не үшін айттым? Мына жерде бізде бірінші жақшаны орындаймыз. Так, 250-ден 16-ға 64-ті қоссақ 79. Так, 250-ден 79, 250-ден 79. Мына жақшамыздан сондай амал шықты. Енді сондай сан шықты. Енді 109, 250-ден 109-дан азайт дейді. 250 109-дан азайт дейді. Так, сонда бізде 250-де 30 болады. Енді балалар 0 мен 0 қысқаратын білеміз ғой. Сонда бізде жауап 25-тен 3 болады. Келесі. Мынада тоже сондай бөлімдері бірдей. Так, 57, 190-нан 57-ні жазамыз. Азайту дейміз, жақшаны орындаймыз. 190-нан 32-ден 12-ні азайтсақ 20 болады. Сонда бізде 190-нан 37 болады. 190-нан 37. Келесі. Так, 67-ден 35 деп жазамыз. Қосу деймізді 67-ден 6. Сонда 67-ден 45 шығады. 41 шығады. 67-ден 41. Келесі. Бірінші мынаны орындаймыз. Бұдан 56-дан 50 шығады. Азайтамыз 56-дан 29-ды. Сонда бізде жауап шығады 21. 56-дан 21. Келесі. 300-ден 203 қосам 300-ден 40. Сонда 300-ден 243 болады. Жазып аламыз, кетірем. Келесі бізде теңдеулер. Мына жаққа шығарайын қазір. Так, балалар, бірінші есепте бірінші теңдеуді қараймыз. 80-нен 72 азайту, x азайту 80-нен 12 және 80-нен 15. Бірінші жақшаның ішін жазамыз. Және 80-нен 72-ден азайтамыз 80-нен 15-ті. X азайтамыз 80-нен 12 тең болады. Мына жерде бөлімін сол күйінде жазып, алымдарын азайтамыз. Сонда 57 болады. X тең 80-нен 57 қосамыз 80-нен 12. Жауабы бізде 80-нен 69. Келесі.
Екінші есеп, мына есепті қарастырайық. Бірінші біз дәл солай 41 125 деп жазамыз, азайтамыз x-ті және 116 125-тен азайтамыз 24 125-ті. Сонда бізде қараңыздар, 41 125-ті тағы да сол күйінде жазамыз да, мына жерде бізде жауабында шығады 92 125, 125-тен 92. Енді x-ті табу үшін 120 мына жерде қосу ма, азайту ма? Азайту ғой. 125 92-ден мына жерде қосу болу керек сияқты. Азайтамыз 125 41-ді. Сонда бізде жауабы шығады 125 51. Кетірем мына бетті. Келесі, өздеріңіз топқа қойып қарап аласыздар. X қосу, мына есеп шығарам енді. X қосу 7 50 деп жазып қоямыз. Мына жердегі амалды орындаймыз. Бұда бізде шығады 50-ден 30. Енді x-ті табу үшін 50-ден 30-ті азайтамыз 50-ден 7. Сонда x-іміз тең 50-ден 23 болады. Келесі, мына есеп шығарам. Амалдардың барлығын орындаймыз. Y қосу, мына екеуін қосамыз, 40-тан 20. Тең, мына екеуін қосамыз, 40-тан 37. Енді x-ті табу үшін 40-тан 37-ні y табу үшін азайтамыз 40-тан 20-ны. Сонда y-іміз тең 40-тан 17 болады. Келесі есеп. Есептің шартын оқимыз. Төртінші есеп. Бөшкенің өз көлемінің 15-тен 12 бөлігіне су құйылған. Таңертең бақша суғару үшін 15-тің 8 жұмсалды. Кешке қайтадан бөшкенің өз көлемінің 15-тен 11-не су құйылды. Енді бөшкеде қанша су қалды? Бұл есепті былай шығарамыз. Бірден шешуін жазып кетейін, өздеріңіз берілген жазып аласыздар. Шешуі 15-тен 12-ге 12-ден азайтамыз 15-тен 8-ді. Оған қосамыз 15-тен 11-ді. Сонда бізде жауабы шығады 15-тен 15. Бұл де отырамыз бір бөшке. Енді келесі бысы. Көгалдандыру үшін алдымен 128-ден 45 көшет, кейін тағы 128-ден 65 көшет әкелінді. Барлық көшеттердің 28-ден 70-і қайын көшеті, қалған үйеңкі қанша көшет әкелінді. Бұны да сразу шешуін жазып кетейін. 128-ден 45 қосамын 128-ден 65 қосамын 128-ден 10 барлығын қосамыз. Сонда бізде 128-ден 120 шығады. Келесі. Тостақанның 5-тен 1 бөлігінде салынған құмшекердің массасы 100 грамм. Тостақанның массасы қандай болады дейді. Оны табу үшін біз 100-ді 5-тен 1-ге көбейтеміз. 100-ді 5-ке бөлсек қанша болады? Бөлеміз деген ғой. 100-ді 5-ке көбейтеміз сонда. Бұл тең болады 500. Келесі, бақшада 28 ағаш болды. Бұл ағаштардың 8-ден 1-і алма ағаш. Барлық ағаштардың 4-тен 1-і алмұрт, қалғандар шие дейді. Бұл біз бірінші мына жерден алма ағашын тауып аламыз. Ол үшін 28-ді 8-ден 1-ге көбейтеміз. 28-ді 8-ге бөлсек қанша болады? 16. Бұл бізде алма ағаш. Енді барлық ағаштардың деп тұрғаннан кейін 4-тен 1-і алмұрт, қалғандар шие дейді. Енді 128-дің 4-тен 1-і алмұрт, 4-тен 1-і. Сонда 28 4-ке бөлсек 32. Енді қалғандар шие. 28-ден азайтамыз, 16-ға 32-ні қосқан. 16-ны азайтамыз, одан 32-ні азайтамыз. Сонда бізде жауабы шығады 80. 80 шие ағаш. Келесі, Арман ақшасын санап, егер менің ақшама ол ақшаның жартысын және 20 теңге қосса, менде 110 теңге болады деп ойлады. Арманның қанша ақшасы болған дейді. Барлығы бізде x ақша деп ойлайық. Енді оған қосамыз
20 теңге қосса дейді, яғни менің ақшама, ол ақшаның жартысы болса 2/1 болады жартысы, және 20 теңгені